Мен Абзалов Шоқан 1993 жылы дүниеге келдім. Осы Қызылорда қаласында Қайсар футбол командасының шабуылшысымын, нөмірі 9-шы жейдеде өнер көрсетемін. Өзім осы Қызылорда қаласында нөмірі 217-ші мектепте білім алдым. Отбасым туралы айтатын болсам, отбасымда ата-анам, ағам бар, әпкем бар, үйдің ең кенжесімін, өзім үйленгенмін. Футболға ең алғашқы қадамды мектепте 6-шы сынып оқып жүрген кезде, сол мектептен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болатынмын. Сол мектепаралық жарыс ұйымдастырды. Сонда көзге түсіп, ол кісі мені осы дяд Коля дейміз, өзіміз сол кісіге стадионға тренировкаға апарды. Содан бастап осы футболға қатысып келе жатырмын. Жалпы футболға енді кішкентайымнан есіктің алдында ол кезде дворда футбол ойнайтын едік. Содан бастап өзім қызығамын қатты. Өзім Барселона командасының жанкүйерімін. Өзім кумирім Лионель Месси. Командада ең күш беруші, команданы жинайтын ол Мақсат Байжанов, әрине. Барлығы соны тыңдайды, айтқан орындайды. Ал командада ең көңілді жігіт ол Төлеген Абылайхан. Жас футболист болам деген ойыншыларға талмай еңбек ету керек. Тренировканың алдында да, тренировкадан кейін де жұмыс істеу керек. Ол тек қана бір тренировканың уақыты 1,5 сағат болса, одан бөлек те өзі жеке тренировканы тоқтатпау керек. Сол кезде мақсатына жетеді.